Енді кәжекейді тігіп бастаймыз оюын. Мына жерде көргеніңіздей қарама-қарсы оюларды көріп тұрсыз. Осындай ою түсіру үшін сізге қазір техникаларын көрсетемін. 4 қабаттық идеал жіпті қабаттап алып, жіпті өткізіп қойдым. Мынандай оюды қарама-қарсы түсіреміз. Оған бисер золотистый и золотистый пайетка. Размерлерін жазып қоямын қазір. Мен өзім алдыма өстіп шашып аламын. Өйткені өзіме ыңғайлы солай алып отыруға. Бисерді былай осы ыдысынан ала беремін. 5 штук бисерді инеге қадап алыңыз. Сосын бір пайетка 5 бисерді өткіздік. Соны бір пайетканы өткіздік. Сосын осының бойына келетіндей етіп тігіп бастаймыз оюды. Міне енді біреуі өтті. Көріп тұрғаныңыздай. Енді келесі инені қапталынан шығарамыз. 3-ші бисердің жанынан шығарамыз. Тағы да 5 бисер аламыз. Бір пайетка аламыз. Оюдың сыртқы жанынан алып, сызығынан алып, жүргізе бастаймыз. Шеткі сызығынан, сол кезде әдемі болып түседі. Міне. Енді қайтадан 3-ші бисердің жанынан шығыңыз. Ой, не жерге қалып кетеді. Қайтадан 5 пайетка аласыз. 5 бисер золотистый. Бір пайетка. Сөйтіп, осылай алдыға қарай жылжып кете бересіз. Әдемі, равномерно болып түсу үшін ара қашықтарын көз өлшеміңізбен алып отырасыз. Арасы қатты ашық болып кетсе де әдемі болмай кетеді. Сондықтан кішкене жақындау қылып алғаныңыз, пайетканың жанынан шығарғаныңыз оюдың әдемі болып шығуына да кепілін тигізеді. Осылай барлығын айналдырып шығасыз. Мына жерден де құлағын тігеміз. Құлағы дәл сондай техникамен 4 бисер, бір пайетка алынып тігіледі. Барынша әдемі қылып, ара қашықтығын жақын қылып тігесіз. Оюдың бір сызығынан екінші сызығына дейін қиғаштау етіп, кішкене қисықтау етіп түсіресіз. Екінші или үшінші бисерден түсіріп
тағы да қиғаштау қылып етіп түсіресіз әдемілеп. Оюдың шетіне түсіп жатырмын, көріп тұрсыз ғой да. Соңғысын әдемірек түсу үшін оюдың ортасынан түсіресіз пайетканы. Сол кезде жіңішке болып кетеді. Сол кезде әдемі болып түседі. Қазір міне. Бір пайеткімен 4 бисермен түсіресіз. Ортасына қарай түсіресіз, өйткені қиғаш әдемі болып түсу керек. Ортасына жақынырақ алыңыз. Міне осылай мүйізі де бітті. Қарама-қарсы көрдіңіз ба? Бірдей болып шықты.